Саламатсыздар ма, әріптестер? Мен нан, макарон және кондитер өндірісі мамандығының арнайы пән оқытушысы Өтегенова Галия Абданқызы. Бүгінгі күнімізге сәттілік тілей отырып, онлайн сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы брioche. Оған керек шикізаттар: ұн 560 грамм, су 200 грамм, бір жұмыртқа, шекер, тұз, құрғақ сүт, сары май, куркума, ашытқыш. Начинкасының ішіне саламыз мақтан дайындалған начинка саламыз ішіне. Ал енді бастайық. Алдына бірінші су саламыз. 200 грамм. Оның ішіне шекер саламыз. И құрғақ сүт. Суымыз жылы болмау керек. Бәрін араластырып, дрожжи саламыз. Ашытқыны саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бір жұмыртқаны да қосып. Куркуманы саламыз. Араластырамыз. Су мұздай болу керек. Неге холодильникте тұрады қамыр, где-то 6-7 сағат тұру керек. Енді ұнымызды қосамыз. Ұн алдыналы елгезерден өткізілген. Ұнмен бірге де араластырамыз. Енді осы массаны миксерге араластырамыз. Миксерда насадка, крючок деген қолданамыз. Қамыр айдағанда оны жайда майды бөлшектеп, кішкене бөлшектермен саламыз ішіне. Май жұмсақ болу керек. Негізі сары май болу керек. Маргарин емес.
негізі қамыр бір 5-10 минуттан жоғары айналдыру керек. Қамырымызды аламыз. Мынандай қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр. Оны 6-7 сағатқа холодильникке демалтыруға қоямыз. Өйткені біздің уақытымыз шектеулі, сондықтан мен қамырды алдын ала дайындап келдім. Қамырымыз өте керемет, қолға жабыспайды, үстелге де жайғанда жабыспайды. Мынандай жұмсақ, сары. Оны қазір жаямыз. Қамырды 4 бұрыш болып жаямыз. Оның ені 25 сантиметр и ұзындығы 30 сантиметр болу керек. Міне қамырымыз жай болды. Сантиметр и 29 сантиметр болды. Енді соның ішіне мак начинкасыны салып шығамыз. Мак начинкасы 80 грамм болу керек. Шеттеріне 1 сантиметр қалдырасыңдар, орағанда мақ шығып кетпейді. Енді шетіден бастап ора бастаймыз. Мынандай беттай болды. Бұлай шеттерін салсақтап. Қоямыз. Сүрге арналған форманы алдынан дайындап қоямыз. Бұған мынандай қақас түсеміз и шеттеріне маргарин немесе сары май жағуға керек. Енді рулетті шпательмен ортасынан
мына жерге 2 сантиметр қалдырамыз, ортасынан бөлеміз. Мынаны былай өріп шығам. Шеттерін бұлай жабыстырып қоямыз, астына қайырып қоямыз. Мынандай рулетті енді форманың ішіне саламыз. Рулетіміз дайын болды. Енді оны расстоечный шкафқа 30-35 минутқа қоямыз. Брiochның қамырынан өте керемет булочка шығады. Брioch 2 домалақ істейді, үстіне үлкен домалақ, үстіне кішкентай домалақты қояды. Сондай керемет булочка шығады. Брioch ол өзі нанның тоқашы өнімі, сары май қосылған қамырдың жасалған ашытқы қамырынан жасалған тоқаш. Париждік брioch немесе парижен бұл классикалық тұрғыдан ең танымал түрі. Ол гофрированный табақтарда қалыптасады және пісіріледі. Мынандай булочка брiochtар пісіреді. Ішіне бірінші домалақ қояды, кішкентай домалақ үстіне қояды. Негізі мынандай брioch булочка. Оны расстойкаға қояды. 30-40 минутқа дейін печь.
Өткенде расстойкада көп уақыт алады, бір 30-40 минуттан. Уақытымыз шектеулі, сондықтан мен брioshты алдын ала дайындап келгенмін. Брioш мынандай өте дәмді, керемет, жұмсақ болады. Негізі бір осы қамырдан 2 бөлек шығады, 500 граммдан. Бір бөлектен 500 граммдан мынандай брioш рулет шығады. Соны қазір кесіп көреміз ішіне. Ішкенде мынандай начинкасы бар, өте керемет, жұмсақ болады. Брioш рулетіміз. Ішіне куркума қосылады. Куркума ол бояу береді, сары түс береді. 5 грамм куркума, 500 грамм ұнға 5 грамм куркума қосылады. Жасап көріңіздер, өте керемет.